Сәлем, менің атым Сәкен. Мен үкіметтік емес ұйымдарға гранттарды ұсынатын азаматтық бастамаларды қолдау орталығының менеджермін. Бүгін мен қысқа және орта мерзімді гранттарға өтінімді қалай беруге болатындығы туралы айтып берем. Гранттарды ұсыну жөніндегі конкурсқа қатысу үшін сізге азаматтық бастамаларды қолдау орталығының сайтынан барлық формаларды жүктеп, оларды толтыру қажет. Құжаттарды толтыру барысында өз жобаңызды егжей-тегжейлі жазғаныңыз абзал. Өтінімдердің мемлекеттік немесе орыс тілінде қабылданатындығын да айта кетейін. Жоба өзекті, әлеуметтік жағынан маңызды, бірегей болу шарт. Сондай-ақ өтініш беруші жоба аясында қаражаттың қандай мүдделерге жұмсалатындығын көрсетуге міндетті. Толтырылған формалары мен құрылтай құжаттарының көшірмесін 15 жұмыс күні ішінде электрондық поштасына жіберу қажет. Өтінімді операторға қолма-қол тапсыруға болады. Орталықтың кеңсесі Астана қаласы, Қабанбай Батыр даңғылы 11-дің 5 мекен жайы бойынша орналасқан. Бүгінге осы. Келесі роликте мен сіздерге ұзақ мерзімді гранттарды ұсыну процедуралары туралы айтып берем.